Көпшілігіміз үшін ормандағы 99 түн бұл жай ғана ойын, бірақ Тайлер мен Раян үшін ол нағыз әуестікке айналды. Олар нағыз қараңғы орманға кірді, және бұл таңдау олардың бірінің өмірін жалмады. Тайлер мен Раянмен таныс болыңыздар. Олар бейне ойындарға құмар 14 жастағы екі жасөспірім. Олардың ең сүйікті ойыны ормандағы 99 түн деп аталатын. 2025 жылдың аяғында олардың басына бір ессіз ой келді. Олар ойында шынайы өмірде ойнағысы келді. Бірақ олар небәрі 14 жаста болғандықтан ата-аналары түнде орманға ешқашан жібермеседі, сондықтан олар сабақтан кейін түстен кейін баруды ұйғарды. Рюкзактарын алып, ішіне тағамдары мен құрал-саймандарын салып, қала шетіндегі қалың орманға қарай бет алды. Олар отын жинап, от жағып, дәл ойындағыдай нағыз тірі қалушы кейіпкерлер сияқты сезінгілері келді. Күн әлі батпаған еді, бірақ ағаштардың тым биік әрі қалың болғаны соншалық, орманның іші қараңғы әрі суық болып көрінді. Олар орманның түкпіріне қарай ұзақ жүріп, алып сұр жартастың жанынан керемет орын тапты. Бұл нағыз шытырман оқиғадай көрінді. Олар сөмкелерін тастап, ойындағы кейіпкерлер секілді әрекетке кірісті. Тайлер қалта пышағы мен құрғақ бұтақтарды жонып, үшкір сүңгілер жасады, ал Раян от жағатын орынды тазалады. Олар қауіп төніп тұрғандай кейіп танытып күліп ойнап жүрді. Ақыры кішкентай от жағып, жерге отырды да, өздерін нағыз батыр сезініп, ақыр заманда қалай оңай аман қалатындарын айтып анды. Бірақ көп ұзамай бәрі өзгерді. Орман тым-тыныш болып қалды. Құстардың үні өшіп, желде жапырақтарды қозғауын тоқтатты. Ауа ауырлап, оғаш иіс шыға бастады. Раян жартас маңынан құрғақ жапырақтар іздеп топырақты қазып жатып, суық жерге көмілген жұмсақ әрі былжыр бірдеңені ұстап алды. Оны суырып шығарғанда, ол күңгірт қызыл сұйықтыққа малынған қара пластик пакет болып шықты. Олар пакетті ашты және дәл осы сәт бәрін мәңгіге өзгертті. Пакеттің ішінде жақында ғана көмілген үлкен жас шикет жатыр еді. Олар жартас айналасындағы батпаққа мұқият қарап, алып аңның іздерін көрді. Олар кәдімгі иттің іздері емес, нағыз құбыжықтың іздері сияқты тым үлкен болды. Сол сәтте олар қауіпсіз лагер орнын емес, жемтік тұзағын тапқандарын және дәл қазір тамақтануға қайтып келе жатқан алып мақұлықтың ас үстелінің қақ ортасында отырғандарын түсінді. Үрейге бой алдырған олар отты топырақпен көміп, сөмкелерін алып, келген жолдармен кері қарай қашты. Бірақ қыс мезгілі болғандықтан күн тез батып бара жатты. Бұталардың арасымен жүгіріп келе жатып, олар алдарындағы ағаштар арасынан қозғалтқыштың гүріліне ұқсайтын жуан, қатты ырылды естіді. Көлеңкеден олардың үйге барар жолын бөгеп алып жабайы ит шықты. Ол лас қара жүнді, есі ауысқан сары көзді және аузынан ақ көбік аққан дәу ит еді. Ол нағыз құтырған әрі өте ашулы болатын. Ол жерді сілкіндіретіндей қорқынышты үріп жіберді. Қорыққандары сонша, балалар тіпті айқайлай да алмады. Тайлер ойындағыдай батыр болғысы келіп, үшкір ағаш сүңгісін алып, итке қарай лақтырды. Бірақ ит селт етіп сүңгі оның басына тиіп болды. Бұл иттің ашуын одан сайын келтірді, және ол кәдімгі иттен әлдеқайда жылдамдықпен оларға қарай тұра ұмтылды. Балалар кері бұрылып, жылап ентігіп белгісіз орманның тереңіне қарай қашты. Олар биік қураған шөптердің арасынан ескі, тот басқан темір аңшылық күркені тауып алды. Ішке кіріп, ауыр темір есікті тарс жауып, оны сынған үлкен ағаш үстенмен тіреп қойды. Олар қараңғыда еденге құлап, дыбыс шығармау үшін ауыздарын қолдарымен басып жылады. Кенет есікті соққылау басталды. Алып ит бар денесімен темір есікке соғылды. Тарс, тарс, тарс. Темір майысып тот басқан топсалар қорқынышты дыбыс шығарды. Олар көмекке шақыру үшін телефондарын алды, бірақ темір үйшіктің ішінде байланыс мүлдем жоқ еді. Олар қараңғыда қамалып қалды, ал құбыжық оларды жеу үшін ішке кіруге тырысты. Олар өлімді күтіп, мұздай қараңғы күркеде 3 сағат бойы отырды. Күн толық батып, дала тас қараңғы болды. Ақырында есік соғу мен ырылдаған дауыс басылып, орман қайтадан жым-жырт тыныштыққа бөленді. Қауіпсіздік үшін тағы 1 сағат күткен соң, Раян иттің шаршап, оңай олжа іздеп кетіп қалғанын сыбырлады. Олар үстелді баяу жылжытып, қараңғыда сыртқа шығу үшін темір есікті ақырын ашты.
Олар өздерін қулық асырдық және аман қалдық деп ойлады, бірақ олай болмай шықты. Ит мүлдем кетпеген еді. Ол өте айлакер болып шықты және осы уақыт бойы күркенің тегіс төбесінде үнсіз күтіп жатқан болатын. Тайлер сыртқа қадам басқан сәтте-ақ ит шатырдан тура олардың алдына секіріп түсті. Бұл тұзақ еді, ит олардың ерте ме, кеш пе сыртқа шығатынын білген. Олар шыңғырып тас қараңғы орманға қарай екі жаққа қашты. Раян солға қарай батпақты кешіп қашты, ал Тайлер оңға жүгірді. Раян бар күшімен жүгіріп бара жатқанда қатты су шалпылымен жан түршігерлік айқайды естіді. Тайлер қараңғыда сүрініп қалың әрі суық батпақты терең шұңқырға құлап түскен екен. Оның аяғы батып қалып шыға алмай қалды. Раян досына көмектесу үшін жүгіріп келіп қолынан бар күшімен тартты. Батпақтым-ау. Сол сәтте батпақты кешіп оларға қарай жүгіріп келе жатқан алып иттің дыбысы естілді. Қазір өлетіндерін түсінген Раян тәуекелге бел буды. Қалтасынан оттығын шығарып қысқы күртешесін шешіп, оны өртеп үркіту үшін тура құбыжық итке қарай лақтырды. Жанып жатқан күртеше иттің дәл бетіне тиді, бірақ ең қорқыныштысы ит лапылдаған отқа мүлдем мән бермеді. Ол жанған күртешеден жай ғана аттап өтіп, Раянды елеместен тура батпақта қалып қойған Тайлерге қарай жүрді. Раян еліктен бұл құбыжықтың өзін қалдырып, тек Тайлерге тап бергенін түсінбей, таң қалып тұрып қалды. Алып ит батпақтағы Тайлерге секіріп түсті. Тайлер Раянның есінен ешқашан кетпейтін қорқынышты дауыспен шыңғырды. Ит оны бұталар арасындағы қараңғы батпақ суына сүйреп әкетті. Зәресі ұшқан Раян жанұшыра қашып бірнеше сағаттан кейін тас жолға шықты да, оны жүк көлігінің жүргізушісі құтқарып қалды. Раян полиция шақырып, барлығын айтып берді. Сол түні полиция үлкен шамдар мен қарулармен орманға кіріп, қираған күркені, батпақ шұңқырын және Тайлердің денесінің қалдықтарын тапты. Бұл қала тарихындағы ең сұмдық түн болды. Бір аптадан кейін Раян өз бөлмесінде қараңғыда жылап отырды. Ол иттің өзіне емес, Тайлерге шабуылдауын жай ғана бақытсыздық деп ойлап, өзін қатты кінәлі сезінді. Досын еске алу үшін телефонынан Тайлермен ескі хаттарын ашқанда, күтпеген жерден Тайлерден жаңа хабарлама келгенін көрді. Бұл хабарлама орманға барар күні таңертең жіберілген екен. Бірақ сол күні интернет нашар болғандықты тек бір аптадан кейін ғана жеткен. Раян хабарламаны оқып, бойы мұздап сала берді. Шындықты түсінген сәтте жүрегі тоқтап қала жаздады. Тайлер былай деп жазған еді. Мен үлкен пакетпен шикі ет сатып алып, ойынды бүгін өте қорқынышты ету үшін оны жартастың жанына тығып қойдым. Бірақ қорықпа. Аңдар мені қуып, нағыз тірі қалу ойындай болу үшін, мен шикі еттің шырынын шалбарым мен аяқ киіміме де жағып алдым. Бұл керемет қызық болады. Бұл тұзақты құрған Тайлердің өзі еді, ол ойынды қызықты ету үшін Раянды қорқытқысы келген. Бірақ ол бұл еттің нағыз құтырған жыртқышты шақыратынын және өз киіміне ет шырынын жағу арқылы жыртқыштың басқа ештеңеге қарамай, тек өзін тірідей жеп қоюына себепші болатынын білмеген еді. Тайлер досын қорқыту үшін тұзақ құрды, бірақ соңында өзін өзі аңның жемтігіне айналдырып тынды.